слава Украине деп айтпаса мәңгүрт қылып жібересің. Соған сұраққа жауап берші. Мен саған уже айттым, мен өзім слава Украине айтпаймын. Мен Украинаға жеңіс тілеймін, болды. Не керек саған еще? Жарайды ма, Нурик деген жігітке сөз берейік. Медет Нурик. Ассалаумағалейкум, ағайындар, қалай амансыздар ба? Уағалейкум ассалам. Домбыра деген ол біздің ұлттық аспабымыз. Домбыра деген қасиетті аспап. Не деген? Арабтар деген оны қолдамайды. Арабтарда домбыра болған жоқ. Сондықтан да олардың айтатын сол уахаптардың деген кәдімгі тікелей солардың арабтың дінін оқығасын олар тікелей қолдамайды домбыраны. Ал біздердікі біздің осы ұстанатын Қазақстанның дініне байланысты олар масхабпен келгесін. Олар енді біздің манағы дәстүрімізден барзат болғасын оны ештеңе айта алмайды. Нағыз кәдімгі тікелей арабтарға салатын болсаң, арабтар ешқандай да домбыраны, аспаптарды қолдамайды. Мен соны айтайын деген. Сосын жаңа жерде бір брат айтты ғой, біздер деген эфирде отырып дінді ананы мынаны айтпайық деп. Ол деген мына жерде ол туралы дұрыс емес деп айтпасаң, оны кәдімгі бір-екі манағы нені оқып алып, азғантай ютубтан тыңдап алып, мына жерде эфир ашып, анау дұрыс емес, мынау жаман, мынау харам деп айтып отырған адамдар көп. Мына жерде кәдімгі дүмше молдалар, қазақтың тілімен айтқанда дүмше молдалар көп. Мына балдардың миын айналдырып атқан. Оны айтылмау керек емес, айту керек. Осындайды дұрыс емес, мына харам емес. Ол домбыра деген біздің аспабымыз, осындай затымыздың бәрі дұрыс деп, дұрыс осы бағытта айту керек. Оны айтпай, ол дінді айтпау керек деп жатып алсақ, бізге кім айтады? Ана басқа жақтан келіп Америка айтып бере ме, әлде орыс айтып бере ме? Ешкім айтып бермейді бізге. Біз өзіміздің немізді өзіміз қорғап алуымыз керек. Болды, мен айтайын деген сол ағайын. Жақсы, рахмет. Ассалаумағалейкум.